Сәлем баршаңызға. Бүгін біздер капуста тұздайтын боламыз. Капуста ол үшін бізге алдымен су аламыз. Осы суға біздер шекеріміз саламыз. Және осындай қара бұрышымыз қосамыз. Душистый. Және мынандай да қосамыз. Үш-төрт лавр жапырағын қосамыз. Және тұз қосамыз. Енді осыны отқа қойып қайнатып аламыз. Қайнауға жақындаған кезде уксус құямыз. Мен қазір құямын. Енді суымыз қайнағанша капустамызды тураймыз. Сыртын тазалап алдық капустаны. Осылай тураймыз капустаны осындай қылып. Или былай да турауларыңызға болады. Өз қалауларыңыз турасаңыздар. Әртүрлі қылып турасаңыз болады. Так, капустамызды турап болды. Енді біз сәбізімізді тураймыз. Осындай корейский теркадан өткіземіз. Өздеріңіз қолмен да турасаңыздар болады. Соломка қылып, жіңішкелеу қылып. Не болмаса, ұсақ теркада да өткізуге болады. Мен осылай істеймін. Так, сәбізімізді турап болды. Оны қоя тұрамыз былай. Ендігі кезек бізде қызылша. Қызылшаны соломка қылып тураймыз. Осылай қылып тураймыз. Так, бұға қайнатқан банкымызды аламыз. Срезовать еткен банкымызды. Енді бұған турап дайындап қойған капустамызды саламыз. Жан-жағына шашылып кетпес үшін қолымызды тығып кішкене нығыздаймыз. Енді аздап сәбізімізді саламыз. Бұны да жаямыз жақсылап. Үстіне сәбізім, капустамызды саламыз. Орам жапырағымызды. Тағы нығыздаймыз.
Енді үстіне қызылшамыз тараймыз, саламыз. Туралған қызылшамыз салып, бұндай жаямыз. Қолымызбен осылай нығыздаймыз. Енді жаңағымыз саламыз. Қызылшамызды енді бетіне саламыз. Нығыздап қоямыз. Бұның ішіне болгар бұрышында қоссаңыз болады, бірақ мен қоспаймын. Өйткені бізде ешкім көп жаратпайды. Және мынандай ащы бұрыш қоссаңыз да болады. Бұл ащы бұрыштың мен ішін алып тастаймын. Өйткені өте ащы болады. Осы күйінде шетіне салам етіп. Біреуі жарайды. Енді жаңа қайнатылған ішіндегі лавровый лист салған суымызды құямыз. Суын құйып болды. Енді біз бұны мынандай капрон қақпақпен жабамыз. Бұл 3 күн тұру керек. Үйде астына тарелка бір ыдыс қоямыз. Артық сулар шығады. 3 күннен кейін барып бетін қақпағын ауыстырамыз. Темір мынандай қақпақпен жауып сақтайтын жерге қоямыз. Өте әдемі шықты. Мынау қазір тұрып боялғанда өте керемет болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Байыса қазақ байысын. 3 күн тұрған капустамыз дайын болды. 3 күн тұрды. Енді осыны жабамыз қақпақпен. Енді қақпақпен жабамыз. Осындай әдемі болып шықты. Жегенде өте дәмді болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер. Байыса қазақ байысын. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.